Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін ерекше қуырылған картоптан, баклажаннан дайындалған ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдыменен біз соусын дайындап аламыз. Бір ас қасық соевый соусымызды және 2 ас қасықтай оливковый масломызды құйып аламыз. Майымызды, яғни сонымен қатар үстіне майдалап туралған чесногымызды және де оның үстіне жарты шай қасық бал қосып жүретін боламыз. Балдың өзі ерекше дәм беретін болады. Чеснокпен араласқаннан кейін жақсылап араластырып бір шетке алып қоя тұрыңыздар. Сонымен қатар бізге қажет болады баклажанымыз, көріп тұрғандарыңыздай, огурцы және де бізде помидор, картошкаларымыз және де пияз қолданатын боламыз. Ең алдыменен баклажандарымызды осылай видеодағыдай ірі-ірі етіп турап алыңыздар. Мінекей дәл осы видеодағыдай турап аласыздар. Және де үстіне крахмалымызды салып, жақсылап араластырып, бұны да бір шетке алып қоя тұрыңыздар. Енді кезекте бізде картошкамызды да дәл осылай ірі етіп турап алатын боламыз. Картоптарымызды да дәл осылай кукурузный крахмал қолданғандарыңыз дұрыс. Кукурузный крахмалымызбен араластырып, мұны да кішкене бір шетке алып қоя тұрыңыздар. Сонымен қатар бізде пиязымыздың жарты бөлігі жеткілікті. Пиязымызды да ірі көлемде етіп турап алыңыздар. Мінекей бізде енді дайын. Сонымен қатар біз қосатын көкөністеріміз, яғни огурцымызды да ірі-ірі етіп турап алатын боламыз. Дәл осы салатты жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Жасалу жолы өте қарапайым әрі өте дәмді салаттардың бірі. Енді помидорымызды, яғни қызанағымызды да осылай ортасында жұмсақ етін, яғни алып тастап, ірі-ірі көлемде етіп турап алатын боламыз. Сонымен қатар достар, мінекей мен кішкене тәтті бұрыш қолданып жібердім, дәм өзгеше болсын деп. Енді қызып тұрған майымызда ең алғаш дайындап алған баклажандарымызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей дайын баклажандарымызды осылай қағаз сүлгіміздің үстіне майынан сорғытып алыңыздар. Енді кезекте бізде картошкамызды да дәл осылай қуырып алатын боламыз. Картошкамызды да қызарғанша, арасы піскенше өте баяу отта 7-8 минутқа дейін қуырып алғандарыңыз дұрыс. Мінекей арасы қызарып пісті. Сырты қызарып, арасы да таза пісіп шықты. Мұны да кішкене қағаз сүлгімізге сүзіп алатын боламыз. Сонымен қатар осы жерде мен пиязды да бір майға кішкене қуырып алдым. Себебі пиязымыздың ащы дәмі кетеді біріншіден, екіншіден ерекше дәм береді. Пиязымызды да сүзіп алатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай. Енді кезекте бізде қыздар тек қана салатымызды құрастыру қалды. Біз барлығын дайындап алған болатынбыз. Ең алдыменен жаңағы қуырылған баклажандарымызды салып алатын боламыз. Кезек-кезегімен салып отыратын боламыз. Енді кезекте картоптарымызды саламыз. Сонымен қатар пиязымызды салып алатын боламыз. Және де тәтті бұрышымды, помидорларымызды осылай кезек-кезегімен сала отырып, және де жаңағы огурцымызды салып алдық. Сонымен қатар бізде үстіне әсемдігі үшін зелень қолданып жүрсеңіздер болады. Яғни укроп немесе жаңағы петрушка қолданып жүрсеңіздер болады. Мінекей жаңағы дайындап қойған соевый соусымызды татымына қарай тұз салып алдық пен жақсылап араластырып, салатымызды тарелкамызға салып, столдарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Яғни дастархандарыңызға өте дәмді ерекше салаттардың бірі. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Достар, үстіне әсемдік үшін күнжіт сөпсеңіздер болады. Түрі де өте әдемі, дәмі де ерекше болып шықты. Жасап көруге сіздерге де кеңес беремін. Сонымен қатар қыздар, яғни достар, менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен Мөлдірдің асханасы.